Бүгін мен сіздерге өте қызықты айнадағы бейтаныс деген түрік киносын ұсынатын боламын. Бұл Азра деген қыз өз келбетін өзгертіп, өткен өмірін ұмытып қалады. Фильмнің басында Азра Қара Аслан әулетінің мінсіз келіні болады. Бұл құпияны біліп қояды. Енесі мен күйеуінің құпиясын білгеннен кейін белгісіз бір адам қоңырау шалады. Яғни ол енесінің адамы еді. Сені өлтіреміз дейді. Сол үшін де күйеуіне айтпай қызын алып қаша жөнеледі. Азра ойлайды, күйеуім де мені өлтіргісі келеді. Бірақ шын мәнінде осы қызметші мен енесінің жасап жатқан жағдайы Азраны тезірек өлтіруге асықты. Өйткені ол құпияны ашса, бүкіл әулет сотталып, тіпті бұл әулет Қара Аслан әулеті жойылып кетеді. Азраның қызы қалып қойды. Азра өзі ғана қашып үлгерді. Бірақ қызын алып кетуге қаншама жағдай жасайды. Бірнеше мәрте келеді, тіпті қызметші арқылы да. Бұл жерде кішкентай қыз құпия сақтаған телефонда өзінің ойыншығына тығып қойған. Анасын есіне алып отыр. Бірақ ешкім айтпайды әзірге. Осы өзіне сенімді қызметші арқылы қызын алып қашуға жоспар құрады. Бірақ ол жоспарды қызметші біліп қояды. Күйеуі Эмирхан Азраны әлі де іздеп таппай жүр. Не үшін қашып кеткені белгісіз. Осы кезде үлкен жиынға от басып алып келеді. Азраның жоспары қызын осы жерден алып қашу. Сол үшін өзгертіп, даяршы қызмет атқарады. Осы жерде бір үлкен іс-шара болып жатыр. Осы іс-шарада барлығы маңызды қонағы ретінде келген екен. Негізі бұл іс-шара Баршын деген ота жасайтын, яғни бетке ота жасайтын дәрігердің іс-шарасы. Әртүрлі қыздарға әдемі келбет сыйлайды. Ал Қара Аслан әулеті серіктес ретінде қонаққа шақырылған. Осы клиникаға ақша аударғаннан кейін бірге серіктес болып құттықтау сөздер айтылып жатқан кезде барлығы ортаға шығады, тек қызы ғана қалады. Осы сәтті пайдаланып қызметші ретінде келіп қызына мен сені бүгін алып кетемін деп айтып жатқанда Эмирхан келе жатты, яғни күйеуі. Тез арада қашуға дайындалып жатып абайсызда құлап кетеді. Осы кезде даяршыға көмектесіп келе жатқан Эмирхан бұл қыздың тырнағындағы лакты көреді, яғни ол кезінде қызының салып берген лағы. Татумат деп сондай. Осы кезде Азра екенін байқап, дереу тоқта деп айқайлап жөнеледі. Қызметші де бұны көріп қалады. Азра қорыққаннан тезірек бұл жерден қашуға тырысады. Сол кезде бұл үйдің бастық қызметшісі енесімен бірігіп адам өлтіретінді осы жерге жібереді. Бұл Азраны өлтіруге келген кісі еді. Өйткені Азра шындықты біліп қойған. Сол шындықты айтпау үшін тезірек көзін құртқысы келді. Алайда Азра өлмеу үшін, өзін қорғану үшін бұл қылмыскерді ұрып қашып кетеді. Бірақ үлкен тойхананың ішіне жүргеннен кейін тойхананың ішінен шыға алмайды. Жерде жатқан кілтті көтеріп алып, әрең дегенде әлгі жексұрының сыртынан қылтап қашып кетеді. Бұнда Эмирхан камерадан Азра екенін көріп анықтайды. Азра таудың шетінде отырып, өкініп жылайды. Не үшін бұндай болды деп. Өйткені Азра осы уақытқа дейін ертегі әлемінде өмір сүргенде еді. Қызы бар, күйеуі бар, өте бақытты болған. Қыздардың бетіне ота жасайтын Эмирхан кабинетіне келген кезде Азра ойланбастан осы жерге келеді. Өйткені бетіне жаңа ота жасатып, өз әулетіне қайтадан Қара Аслан әулетіне барып, өзінің қызын алып қашу, немесе жаңа бетпен өмір сүру мақсаты. Бірақ мынандай әдемі түріне Баршын, мен ота жасамаймын, ол қауіпті, сенде ешқандай проблема жоқ дейді. Азра қанша жылап жалынса да келіспейді. Содан кейін қаншама күндер Баршынның жолын тосып, Баршын жүретін алдында жаңбыр жауса да
күн суық болса да күтеді. Өйткені бетіне оқша жасату үшін. Баршын бұл қызды танымайтын барысында. Қайта-қайта ізінен аңдып, жалынып өтінгеннен кейін қарамайды. Бірақ осы сәтте Азраны өлтіргелі жүрген баскесерді көріп қалған Баршын мотоциклмен ізден жүгіреді. Бұл уақытта екеуі көлік ішінде келе жатты. Бірақ Азраның бақытына орай жолда кептеліс болып, көптеген машина тұрып қалады. Осы сәтті пайдаланып қашып үлгереді. Десе де бұл жексұрын ізінен қуады. Әрине бұл қылмыскер енесі жалдаған адам еді. Азраны тезірек көзін құрту керек. Ал Баршын оның артынан жүгіреді. Осылай бір ғимараттан жүгіріп, тіпті ізінен қуып қылмыскер бұны қанша рет өлтіргелі жатса да, Азра өзінің батылдығымен бұны ұрып жеңіп, әйтеуір жоғары қарай қашады. Өйткені төмен қарай жүретін жол жоқ болған. Осылай қылмыскерден қашып жүріп, ең жоғарғы сәтке шығады. Осы жерде өлгісі келеді. Өйткені басқа барар жол жоқ еді. Ал Баршын келіп, мен сені құтқарамын, саған ештеңе болмайды, уәде берем дейді. Сол кезде өзінің бетіне ота жасауға көндірудің ең ыңғайлы сәті болады. Мен қазір секіріп өлемін деп Баршынды қорқытады. Баршын оған жалынады. Бірақ сол сәтте қыз деді, анашым қашан келесің деген. Осы сәтті пайдаланып, қазір мен секірмесем, сен менің бетіме ота жасап бересің бе деп келісімін алады. Әрине деп келіседі. Осы сәтте екеуінің арасында бір сезім пайда болғандай. Бірақ әлі де ерте. Не үшін бетін өзгерткелі жүргенін түсінген Баршын ойлайды, ол адамның бір құпиясы бар, немесе бұл адам қайтадан өмір сүру керек деген секілді оймен келіседі операция жасауға. Ал мұнда қызметшісіне звондап жатыр. Мен жақында қызымды алып кетем, сен оған тең қарай тұр дейді. Анашым, сен бе едің деп қызы тақылдап сағынған жеткізіп жатқан кезде күйеуі Эмирхан біліп қойып, сразу телефонды тартып алады. Не үшін кеттің үйден? Неге кеттің? Не үшін мені тастап кеттің? Осындай сұрақтарды қойып жатқан кезде мүлдем жауап бере алмайды. Қалай жауап берерін де білмейді. Осының бәрін ұйымдастырған анасы екенін тіптіден білмейді. Ал қылмыскерге әлгі қызметші соғады. Істі бітірдің бе дейді. Жоқ, мен ол қызды әлі өлтіре алмадым дейді. Бірақ жақында өлтіремін дейді. Ал мұнда Азра бетіне ота жасатқалы жатыр. Бетінің отасы 100%-ға өзгереді. Отаға Баршын барлық дайындықпен жасайды, бірақ ота кезінде бір сәттік өлімге алып келетін қауіп туып, тіпті 1 секундқа жүрегі тоқтап қалады. Тек қызының арқасында ғана. Осы комаға түскен кезде қызы келіп, анашым, мен сені күтемін, қашан келесің, мен сені сағындым деген сөздерімен Азраны оятады отадан. Дегенмен басындағы мидегі бір ақау болып, жаңа түрмен оянған сәтте өткен өмірін мәңгіге ұмытады. Осы кезде есін жиып тұрады отадан. Бірақ айнаға қараған сәтте айқайлап, тіпті өзінің кім екенін де білмейді. Тіпті Баршынды да танымай қалған. Өзіне келген Азра тіпті атын ұмытып, Дипне деп айта салады. Яғни екінші өмірі Дипне есіммен өмір сүреді. Өзінің сондай сұлу болғанына таң қалады. Мен қандай сұлумын? Шынымен бұл мен бе дейді. Бірақ өзінің өткен өмірін ұмытып қалған. Эмирхан болса Азраны ойлап, бірге үйленген сәттерін ойлап есіне түсіріп отыр. Әлі де түсіне алмады, тіпті таба алмады. Ал анасы келіп, бұл сенің әйелің басқа ғашық болғаннан кейін сені тастап кетті деп өзінің азғырған ойымен айтып жатыр. Ешкімнің сөзіне сенбей Азраны әлде де іздеп жатыр. Не үшін кеткен? Осы кезде қызметші бұны аңдып жүр. Баршын мен Азра жаңа өмір қадам басқалы серуендеп қыдырып, бірге жаңбыр астында серуендеп жүр. Осы кезде есіне бірдеңелер түседі, бірақ нақты түсіре алмайды. Өзінің өткен өмірін есіне түсіріп жатыр. Мен жаңа бірдеңе көрдім, бір сұлба біреуден қашып келе жатырмын дейді. Ендігі кезде тағы да Баршынмен бірге үлкен
ресторанға барады. Осы кезде Эмирхан бұның иіссуы арқылы сезеді. Негізі Азра иіссуын әлде де себеді екен. Дипни болып өзгергенімен де сол иісті пайдаланады. Сол иіссудың арқасында Эмирхан басында танып қояды. Өткен өмірі есінде жоқ Азра Дипни ретінде баршынмен көңіл көтеріп жүр. Ал Эмирхан қызметшісіне кілтті беріп, тіпті бөлмеге кел дейді. Оның қандай бөлме екенін кейін көрсетеміз. Бірақ өздеріңізге түсінікті болар. Осы кезде бұл қызды бөлмеге кіргізіп алды. Жан өздеріңіз түсініп аласыздар. Оянған сәтте өзінің әйелі Азраны сағынып жатыр. Тіпті киімдерін ашып, көйлектерін алып, оның иіссуын де иіскеп жатыр. Ал баршын болса кешегі түндегі Азра, яғни Дипни ретінде өмір сүріп жатқан Азраның екеуінің қатынастарын ойлап, енді жай ғана сүйіскен бұл жерде. Осы кезде Азра қорқып кетіп, өткен өмірін әлі де түсіре алмай жылап жатты. Жаңа жұмыс іздеп бір компанияға келген кезде кездейсоқ па или тағдырдың тоғысуы ма Азраны өзінің үйіне жіберді, яғни Қарасылан әулетіне бала бағушы қызметші болып. Бір түрлі сезім, тіпті таныс сияқты, бірақ әлде де есіне ештеңе жоқ. Осы жерде келеді, ол үйге көреді, барлығы таныс сияқты, бірақ өзін бір түрлі ұстайды. Отбасылық суретке, яғни Эмирхан өзінің түрін өзгертпей тұрған кездегі суретін және қызын қарап тұрған кезде Эмирхан келеді. Сен кімсің деп айқайлайды. Не айтарын білмей тек қана қарап тұрады, тіпті жауап бере алмайды. Осы кезде қызы да түседі. Анашым, анам келді, анам деп айқайлайды. Бірақ бұл түрін көрмей тұрған. Осылай бірінші эпизод аяқталды. Келесі бөлім баяндап беремін.